Натурал сандар дегеніміз 1, 2, 3, 4 яки табиғи сандар, есептеуге болатын сандар. Адамның бір қолында 5 саусақ бар. 5 саусақ бар, міне, 5-еу. 1, 2, 3, 4, 5. 2 қолы бар. Көрдіңіз ба? Осыны санауға болады, яки табиғи. Бұдан бөлек бүтін сандар бар. Оларға натурал сандар жатады, және минус таңбасымен алынған бүтін теріс сандар жатады. Мысалы, -5, -10, -20 деген. Минусты көбіне математика оқулықтарында айтқандай қарыз деп елестетуге болады. Бір адам басқа адамға 1000 теңге қарыз болса, оны өз балансында -1000 теңге деп жаза алады. Банкке 1 миллион қарыз болса, -1000 теңге деп балансына жаза алады. Ал депозит болса, ол плюс болады. Плюс 5 миллион, плюс 2 миллион дегендей. Сіздің қалтаңызда 5000 теңге бар болса, бұны плюс 5000 теңге деп айтуға болады. Біреуге осы 5000 теңгенің ішінен қарыз берсеңіз, ол ана адамға қарыз болады. Рационал сандарға 3-тен 2, 1-ден 2 сияқты сандарды жатқызуға болады. Яғни 2 бүтін санның қатынасы ретінде. Мысалы, бір тортты 2-ке бөлсеңіз, әрқайсысы жарты болады. 2 бөлік болады, 2 бірдей бөлік. Бұны рационал дейміз. Жартысы. Бір тортты 4-ке бөлсеңіз, ширек бөлігі деп аталады. Бұл да рационал болады. 4-тен 1. Әрбір адам 4-тен 1 бөлігін алады. Иррационал сандар. Иррационал сандар көбіне мектепте пи мен е деген саны ғана оқылады. Ол көбіне бүтін де, натурал да, рационал болмайтын сандар. Кете береді. Мысалы, пидің өзі 3, 14, 15, 92 деп кете береді. Белгілі бір заңдылықсыз кете береді. Осындай сандарды иррационал дейді. Иррационал сандар онша көп кездеспейді. Мектеп оқулықтарында онша көп кездеспейді. Екі-ақ сағын, осы пи мен е ғана кездеседі, немесе олардың комбинациясы. 2π де иррационал болады, 3π де иррационал болады. Пиға бүтін санды қоссаңыз да иррационал болады. Мысалы, 2π плюс 10 ол иррационал сан болады. Иррационал саны енді өзінің атынан көрініп тұрғанда иррационал, белгілі бір табиғи заңдылығы жоқ, болмаса көрінбейтін сандар. Осы сандар мектепте оқылады. Яки бүтін, натурал, рационал және иррационал. Бұдан бөлек комплекс сандар бар, бірақ ол мектепте көбіне оқылмайды.